Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Бимо. Бүгінгі видеода біз Аделайданың гильдиясына пранк проверка өтіп көретін боламыз. Ал енді сіздер лайктарыңызды аямай каналға тіркеліп отырыңыздар. Видео өте қызықты болады деген үміттемін. Ал біз енді видеоны бастаймыз. Всем удачи. Оны неге айттым білмеймін, короче. Енді бірінші катканы кім алады екен? Мен ультиматумға проверка салған болатын. Енді кешіктірмей берсе жақсы болар еді. Few moments later. Бақандай 10 минуттай өткенсің ғой. Енді бұдан ұтылсақ, енді қателеу таулау болайын деп тұр ғой. Ал енді әне-міне дегенше бірінші каткаға да келдік. Так, Юмпи болады екен, Дигл болмайды. Валчар Антони болады. Жаңа правиласын айтты. Айтпақшы, мені телефончикке қойып берді. Ебано, телефончик вообще ашылмайды ғой. Ей, шықсайшы, родной, шықсай. Жота мынау баланың ашылатын түрі жоқ. Өзіміз рашқа кіріп, аума-ауын істеп тастау керек сияқты. Ой, мынау бала маған төбеден атқысы келіп тұр ма? Жати, родной, қандай төбе саған? Алдыңғы раундта енді ешқандай да реакция жоқ, ау-мау сиыр бұзау вообще жоқ қой. Қазір мен онды осы раундта патолог ойын көрсетіп реакциясын ебайт қылып алмайын ба? Қазір сендерге патолог ойын көрсетем, қарандар, мынандай тактиканы ешқандайын көрмегенсіңдер енді. Ей! Енді бұны пинктің әсерінен деп ойлаймын, әкесін ау, сонда да ұтты ғой. Алдыңғы раундта енді АФК болып қалған жайы бар. Енді қазір бұған өзім рашқа кірмесем, өзі вообще кірмейді бұл, еба. Короче, 5-ші раундқа дейін түйген затым Аделайданың гильдиясына проверка өтем деп құр босқа ақша құртқаным екен ғой. Қазір мынау баланы үйіне қайтар жүрейін, сосын сіздерге неліктен қателік болғанын айтып беретін боламын. Төреки істеймін азамын деп жаз. Анау ғой енді соткымды тартып алған. Ал достар, енді бірінші каткасын аман есен ұттық. Телефончикқа қойып берген каткасы енді минус. Келесіде тағы Мәрленовті қойса, еба, гильдияға сухой кіріп тұрмын десейш. Ол фигня, қазір қанша күтетінімізді кім білет? Few moments later. Кеттім, келесі проверка ала берейінші, очет қап кетті. Бұдан кейін енді ойнауға да желание болмай кетті, сондықтан енді анаған барып өліп, сөйтіп жүре бердім. Ал енді мен бұмен не айтқым келеді? Если сендер Аделайданың гильдиясына проверка өткілерің келсе, не советую. Ал егер келесі видео тез шықсын десеңдер, лайктарыңды басып, осы видеоға максимально актив көрсетіп тастаңдар.